Ерекше дәмді, жұмсақ үлпілдек болып шығатын осындай вареная сгущенка қосылған рогалики дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін 250 мл жылы суымызға 1 ас қасық ашытқымызды қосамыз және 50 грамм қант қосамыз. Осы заттарды жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 1 жұмыртқа және 1 жұмыртқаның ақ уызын қосамыз. Сары уызы бізге қажет болады және де 100 мл жылы сүт қосатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық ванильді қант қосамыз. Және де ең соңында 550-600 грамм көлеміндегі ұнымызды қосатын боламыз. Ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп, електен өткізіп қосатын боламыз. Сонда біздің рогаликтеріміз өте үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Осылай қамырымыз қоюлана бастаған кезде 50 грамм бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосып, қамырымызды жақсылап едетін боламыз. Қамырымыз кішкене қолға жабысатындай жұмсақ қамыр болып шығады. Оның жаңағы қамырымыздың бетін жауып, 1,5 сағатқа қалдырамыз. 1,5 сағаттан кейін міне осылай қамырымыз әдемі болып көтерілді. Ендігі кезекте рогаликтерімізді дайындай береміз. Қамырымызды алдымен 4 бөлікке бөліп аламыз. Ұн себу арқылы жұмыс жасаймыз, себебі қамырымыз өте жұмсақ, кішкене қолға жабысатындай болады. Қамырымызды кішкене 5-10 минутқа тындырып аламыз да, енді рогаликтерімізді дайындай бастаймыз. Кішкентай қамыр бөліктерін осылай оқтаумен жайып алып, арнайы кескіш құралдың көмегімен кесетін боламыз. Осылай шпырш етіп кесіп аламыз. Сіздер өз қалауларыңызша үлкен бөлік етіп жасасаңыздар да болады. Мен өте кішкене мөлшер көлемде жасадым. Себебі солай жегенге де ыңғайлы болады. Осылай кішірек рогалик етіп дайындап противенімізге саламыз. Екі жақ шетін міндетті түрде бекітеміз, себебі варенкамыз ағып кетуі мүмкін пісу барысында. Вареная сгущенка бізде жақсы, сапалысы болғаны жақсы. Три желания немесе деп фирмаларының вареная сгущенканы алсаңыз болады, немесе осындай белослада деп аталады екен. Тоже жақсы, өте жақсы варенка. Дәмі жағынан да, құрамы жағынан да өте дәмді. Енді дайын болған рогаликтерімізді бетін осы алып қылған сары уызымызбен жақсылап жағып шығамыз да 200 Цельсий градуста 25-30 минут пісіретін боламыз. Міне біздің рогаликтеріміз дайын болды. Менде осындай көлемдегіден 3 есе көп көлемде шықты. Оның барлығы видеода көрсетілмеген. Міне өте дәмді, іші де жұмсақ, үлпілдек.
міндетті түрде дайындап көріңіздер, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.